Салем достар. Сіздермен бірге Ерғалин Өлінсем. Бүгін біз осындай силиконовый чехолды оп-оңай үй жағдайында тазартудың жолын көрсететін боламыз. Ал ендеше кет. Ол үшін бізге зубный паста мен чехолдың өзі керек болады. Бұлай оны бұлайнан жағып аламыз. Бұлай жағуымыз керек. Барлық жерлеріне жағу керек. Сол кезде барлық жерлер таза болады. Осылайынан барлық жеріне жағамызда 15 минутқа қоямыз. Енді 15 минутта қалай өзгерген сіздерге көрсеткім келіп тұр. Оны 15 минут бойы асықпай қараған қызығым шығар. Сол үшін 15 минутты мына телефоннан таймер қойып көретін боламыз. Тез көретін боламыз. 1, 2, 3. Міне 15 минут өтті. Тазарғанын кішкене байқаған шығарсыздар. Енді бұны біз таза кранның суымен жуатын боламыз. Жуу керек. Bunu енді біз кептіріп қоямыз. Міне мынау енді кепті. Көріп тұрғандарыңыздай тап-таза болған. Енді видео ұнаса, мына қызыл кнопканы былай басып, шер қылып жібереміз да. Мына лайк кнопкасын былай тоже басып жібереміз. Қош, сау болыңыздар.